Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет, құрамы өте қарапайым, өте дәмді торт дайындайтын боламыз. Торттың атауы да өте қызық, Норка крата деп аталады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, алдағы жаңа рецептерді алғашқылардың қатарынан білетін боласыз. Ыдысқа жұмыртқаларымызды жағып, үстіне қант қосып, жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Жұмыртқаларымыз 2 есе көлемі ұлғайғанша, ағарғанша араластыра береміз. Жұмыртқамыз ағарған соң үстіне сұйық майымызды қосамыз да тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамыздың үстіне құрғақ ингредиенттерімізді себетін боламыз. Ол ұн, какао және қамыр қопсытқыш. Миксер венчикпен емес, осылай кондитерлік лопатаның көмегімен 1 келкі шоколадты масса шыққанша араластырамыз. Пергамент қағазы төселген жан-жағы майланған формамызға қамырымызды салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Піскенін тіс шұқығышпен тексерсеңіз болады. Бөлек ыдысымызға кремді дайындайтын боламыз. Қаймағымызды алып салып аламыз. Қаймақ өте майлы болғаны дұрыс, 20-25%. Және үстіне осындай порошок бар, доктор Уоткердан взбитые сливки дейді. Соны алып жақсылап араластырамыз. Қою масса шығуы қажет. Дәміне қарай қант ұнтағын қоссаңыз болады. Менде ол жері түспей қалыпты. Әбден суыған бисквитіміздің осылай ортасын ойып алатын боламыз. Қасықтың көмегімен алған өте ыңғайлы. Ал ойып алынған бисквиттарымызды ешқайда тастамаймыз, бөлек ыдысқа салып қоямыз, өйткені торттың бетіне майдалап себетін боламыз. Ойылған бисквитімізға кішкене крем жағып жеріп, үстіне тазаланған банандарымызды қойып шығамыз. Бананның үстіне кремімізді саламыз. Банан қарайып кетпейді, ол жағынан қорықпасаңыздар болады. Кремін әбден үстін түзулеп жағып аламыз да, ал жаңағы қалған крошкаларымызды, яғни бисквиттен алынған ортасындағы бөліктерімізді бетіне себетін боламыз. Өзіңіз қалауыңызға қарай сәндесеңіз болады, бірақ осылай бетіне сепкен кезінде жаңағы атауына сәйкес норка сияқты болып көрінетін болады. Тоңазытқышта кемінде 2-3 сағат тұруы қажет, сонда креміміз бисквитқа сіңіп, дәмі өте керемет болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.